Ой, ой, жыныма, ойбай енді. Ашықсың? Иә. Им тоже надо отдыхать. Демалған дұрыс қой. Демалып тұру керек. Қазақстанда ер адамдар декреттік демалысқа шыққанына қалай қарайсыз? Білмедім. Өз басым келіспейтін едім. Неге? Анасы сияқты балаларыма папасы қарай алмайды. Қазір шығып жатыр, бірақ енді баламен отыратын адам болып тұрса, оған қарсы емеспін. Шетелден үйрену керек. Германияда үйде отырған әйелге пенсия береді, зарплат береді өкімет. Бағалау керек, үйдің жұмысы өте көп. Ер адам отырса да, қазір әйел адам жұмыс істесе, ер адам да оған қаражат керек деген сияқты. Ол кісі де пенсияға шығу керек, жұмыс істемей бала шағаға қарап, үйге қарап отырса. Қазақстанда болады, бірақ та көбінесе енді еркектің несі қызметі бұл жұмыс істеу, бұрын тұрмау, яғни енді демалысқа болады, бірақ менің ойымша қарсы емес, бірақ негізі көбінесе жұмыс жағымен тұрған дұрыс қой. Ой, жыныма, ойбай енді. Мынау енді ұят нәрсе ғой енді, ер кісілер декретке шыққан деген. Жағдай соған сәйкес болса шыға алады, бірақ болса да жанұя толық болса әйел адамдар жалпы өйткені бала шағаға қарауды кішкене жақсырақ қарайтын шығар ер адамға қарағанда. Без разницы маған вообще бәрібір. Ер адамдар декреттік демалысқа сәлден дұрыс емес, бірақ біздің қазақ пысық қой. Декретке шықса да бір тіршілік жасап отырады. Ашықсың? Иә. Им тоже надо отдыхать. Шыққан дұрыс негізі. Шыққан дұрыс баласын. Себебі баланың тәрбиесі екі жақты да әсер етеді. Иә. Екеуі де атсалысу керек. Ешқандай қарамай шыға берсін. Әйел адамдар да шығады ғой. Көбінесе үлкен адамдар да шыға береді. Демалған дұрыс қой. Демалып тұру керек. Әйтпесе нагрузка болады, нервный болады, бәріне тиісіп бастайды дейді ғой.